Қайырлы күн баршаңызға, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздермен өте дәмді кешкі ас манпар деген сорпа жасайтын боламыз. Рецептінің соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге керекті өнімдердің барлығын кубиктарда етіп турап аламыз. Ет, картоп, пияз, сәбіз, болгар борщы. Болгар борщын қоспай қойсаңыздар да болады. Және де сарымсақты ұсақтап турап дайындап алдым. Қазанға май құйып, майымыз қызғаннан соң етімізді салып, етіміздің сөлі татылғанша жақсылап қызартып қуырып аламыз. Етіміздің сөлі татылғаннан соң пиязымызды саламыз және де сарымсағымызды салып, осы үшеуін жақсылап 2-3 минут шамасында қуырып аламыз. Пиязымыз алтын түске ене бастаған кезде сәбізімізді салып, тағы да сәбізбен бірге 3-4 минут шамасында қуырамыз жақсылап. Сәбізімізді жақсылап қуырып алғаннан соң картопымызды, болгар борщын саламыз. Және де бір ас қасық томат пастасын қосамыз, және де бір ас қасық соя тұздығын қосатын боламыз. Соя тұздығы біздің тағамымызға ерекше дәм береді. Осының барлығын қосқаннан соң 3-4 минут жақсылап қуырамыз да су құямыз. Суды енді өзіңіздің отбасыңыздың санына қарай, адам санына қарай қосасыздар. Мен шамамен 3 литрдай су қостым. Егер адам көп болатын болса, көптеу су қоясыздар. Дәміне қарай тұз қостым, паприка қостым. Үйдегі кез келген дәмдеуішті қосып, жақсылап араластырып, қазанның қақпағын жауып, суды қайнататын боламыз. Су қайнағаннан соң оттың астын баяулатып, баяу отта 40 минут шамасында қайнатып аламыз. Тамағымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Тұзға суымызды және жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды салып қатты қамыр илейміз. Бізде қаттылау кәдімгі еттің қамыры секілді қамыр шығуы тиіс. Ұнның барлығын бірден салмай бөліп салып жақсылап қатты қамыр илеп шығыңыздар. Мен ең алдымен осылай шанышқымен араластырып, содан соң қолмен жақсылап қамырдың иін қандырып, қатты қамыр илейтін боламын. Мінекей қамырды жақсылап илеп алғаннан соң бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен соң қамырымызды қайтадан алып, жақсылап иін қандырып 5 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз өте әдемі жайылатын болады. 5 минут өткеннен соң қамырымызды алып жайып бастаймыз. Сүйікті менің көрермендерім, егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер менен шыққан әрбір видеоны бірінші болып қарайтын боласыздар. Манпардың қамыры негізінде қалыңдау етіп жайылады, қатты жұқа етіп жаймаймыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп қалыңдау қамыр жайып аламыз. Мінекей қамырымызды жақсылап осылай қалыңдау етіп жайып алғаннан соң пышақпен ұзынша етіп осылай бөлшектерге бөліп шығамыз. Бөлшекке бөлген қамырларымызды 2-3-ден алып, 4 бұрышты етіп, кубик тәріздес етіп, барлығын кесіп шығамыз. Қамырымыздың барлығында дәл осы қалыппен кесіп дайындап аламыз. Ешқандай да шабыспайды. Қорықпай кесе берсеңіздер болады. Енді кезекте қайнап тұрған суымызға осы қамырымызды салып, жақсылап бір араластырып жіберіп, бетін жауып қайнағанша ұстаймыз. Қайнағаннан соң бетін ашып, ашық күйде қамырымыз піскенше ұстаймыз, яғни қамырымыз піскенше жақсылап қайнататын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің өте дәмді кешкі асымыз дайын, жеңіл әрі тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Рецептінің соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.